мойындаймын. Мен вот қазір мына адам мені бесит. Вот мына адам қазір оның жетіп жатқан результаттары, айтып жатқан сөздері вот мені бесит. Мойындаймын. И ол сезім жайдан жай внутренне пайда болмайды да. Бізде сондай потенциал бар, біз сол потенциалды ашпай жүрміз. Ол адам өзіне сол нәрсеге рұқсат беріп жатыр да. Біз өзімізге сол нәрсеге рұқсат бермегеннен кейін біз ананың жасап жүрген нәрсесіне қызығамыз, қызғанамыз да. И осы нәрселерді ең бірінші шынайы мойындап, жаратушыға кешіріммен барып, Құдайым, мен қай жерде нені көрмей жатырмын, маған көрсетші деген Құдайдан мен көмек сұраймын. И үшінші қадам, мен сол көре алмаған адамымның шынайы тілеулесі болуға тырысамын. Басында сразу не болмайды, сен шынайы тілеулесі болып кете алмайсың. Ішіңді бүйтіп, кошкаларын бүйтіп талап жатқан кезде, сен ол адамға шынайы, жаным, бәрі сенде жақсы болсын дей алмайсың. Бірақ мен соны жасаймын дедім. Мен соған жай өзіме келуге мұрша берем. Бірден от души дұға жасамасам да, мен жайлап сол адамға қарай өзім әрекет жасаймын дедім. Өзім бірінші қадам жасап, егер сөйлесе алатын болсам, адам болса, мен оған сөйлесем, мен оған жақсылық тілеймін, мен оған жақсы қабақ танытамын, мен оған деген ниетімді дұрыстап бастаймын іштей. Одан кейін ол адамның артынан дұға тілеймін. Онда бәрі жақсы болсыншы. Аллахым оның сұраған тілектерін қолын құр қайтармашы деп мен ол адам үшін дұға тілеймін деген шешімге келдім.